Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді өзбек халқының кереметтей хамир хасиб тамағын әзірлейміз. Тамағымыз тез дайын болады, әрі дәмді. Ең алдымен тамағымыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға суымызды құямыз. Тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластыра отыра алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Осылай қасықпен араластырдым. Қасықпен араластыру қиындағандықтан ұнымыздың барлығын сала отыра, қолыммен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Манты, бешбармақтың қамыры сияқты болады қамырымыз. Осылай илеп дайындап алдым қамырымды. Пакетке салып, 15-20 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Күрішімізді алдын ала жақсылап жуып дайындап, үстіне су құйып, бөлек жерге дайындап қоямыз. Қамырымды алып, 15 минуттан кейін иінін қандырдым. Неғұрлым көптеу иленген қамыр өте дәмді болып шығады тамағымыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Пиязды 2 орташа пияз пайдаландым. 4-5 етіп майдалап турап аламыз пиязымызды. Фарш, жылқының фаршын пайдаландым. Осылай пияздардың барлығын дайындап алдық. Енді фаршымызды аламыз. Үстіне турап дайындап алған пиязымызды саламыз. Тұзымызды, қара бұрыш дәміне қарай. Сұйық майымызды құямыз. Және дайындап қойған күрішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып дайындап алдық. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып, оны сеуе отыра жайып аламыз қамырымызды. Екі шетін баса отыра қамырымыздың бір тегіс қып, жоға қып, мантының қамыр сияқты қып жайып аламыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді тағам. Осылай қамырымызды жайып дайындап алдым. Өте жұқа. Мантыдай қып кессеңіздер де болады, бірақ осылай жайылып тұрған күйінде осылай 4-5 етіп жайып алсаңыздар, кесіп дайындап алсаңыздар да болады қамырды. Мен осылай 4-5 етіп барлығын дайындап алдым. Қамырлардың барлығын жинап, азғантайын сіздерге көрсету үшін алып қалып, осылай салмамызды саламыз. Жағынан саламыз қамырды, салмамызды қамырға. Сіздерге түйілу жолын көрсетіп жатырмын. Екі шетін орап, осылай долма қып, долма сияқты тур осылай әзірлейміз. Тағы түсінікті болу үшін видеода көргендеріңіздегідей екі жағын осылай жинап дайындап аламыз. Осылай барлығын түйіп дайындап алдым. Енді мантабаркымыздың астын жақсылап майлап дайындап алған қамырларымыздың барлығын орналастырамыз. Бетін майлап, осымен түйіп дайындап алдық хамир хасибімізді. Енді мантабаркаға 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Мен пайдалым дайындап жатырмын. Ең алдымен пиязымызды жақсылап қуырып, үстіне жазда қатырылған сладкий перецімді салып, болгарскийімді жақсылап араластырамыз. Тұз қосамыз. Көп қоспаңыздар тұзды. Үстіне кішкентай су құйып, осылай қайнатып, өшіріп қоямыз. Осымен кереметте 45 минуттан кейін пісіп шықты. Өте әдемі көрінеді, әрі дәмді тағам. Ортасына дайындап алған пайдалымызды құйып, осылай ұсынсаңыздар әдемі көрінеді.
осымен кереметтей хамир хасибіміз дайын. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.